биылғы жылы Талдықорған Өскемен жобасы жұмысын жалғастырып жатыр. Жалпы ұзындығы 768 шақырым, оның 102 шақырымы Шығыс Қазақстан облысы филиалына тиесілі. Жалпы бұл жолда қазіргі таңда 102 шақырым толығымен асфальт қабатпен аяқталып тұр. Қазіргі таңда оның ішінде 7 көпір, 68 су өткізу құбыры жасалынған. Қазіргі таңда жолдың жиегін нығайту, барьерный ограждение салу және разметка салу жұмыстары жалғасып жатыр. Биылғы жылы аяқталуға толығымен мүмкіндік бар. Аталған жолдың Қалбатау Өскемен дәлізінің 971-1073, яғни Қалбатау Өскемен арасындағы техника қадағалау қызметін атқарамыз. Қазір таңда жол жұмыстары, жол жабыны толығымен аяқталған. Жолдың енді көркемдеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сол ішіне атап айтсақ, жол бетін сызу, жол белгілерін орнату, жол жиегіндегі тағы басқа да элементтердің бәрін орнатудамыз. Енді сапасына келетін болсақ, жолдың барлық салған элементтері Қазақстан Республикасында тиесілі техника құжаттамаларына сәйкес барлығы сол негіздеріне қарап тексеріледі. Оған қоса барлық материалдар толығымен Қазақстаннан шығарылған материал өнімдері табылады.